Жүрек берсеңіздер, ал қан тамшылаған жүрек бермейсіздер ғой, бір жүректі бүйтіп түрте саласыздар. Мына не үзайсыңдар да, халқым, міне көрдіңіздер ма, 70 кілінің төмен жағына, халқым, 20 сомнан, мына көрдіңіздер ма, мына жылияң, мына сапаны 20 сомнан, өненгөйін, әкешанан. Мынандай ақшылы бар, тәншіңі бар бұның әуел, міне. Көрдіңіздер ма? Мынаны да собаға да, халқым, 20 сомнан, міне. Не түрлі фасондар бар, тәншің бар, елі мәйбәтен, өненгөйін. Мынан әлгі неміне дейсіздер, осы уақытта көйлектің ішінен киетін, бұның да өте үлкені жоқ. Өте үлкені болмағандықтан қимыл қып беріп жатыр ме? Мынан да 20 сомнан. Іші мынандай жаху, жарон қалқым. Ана торсым, манку, чанку дейсіздер, соның орнын алам киіп, бүйтіп кибасаңыз пақырапындай әйбәт болып тұратыны мынау жыңы. Қара, іші жылтылдақ міне. Әлем әйбәт шығады, мынау көрдіңіздер ма? 20 сомнан. Өте үлкен нөмір жаға. Котыңыз деген әдейлеріңіз мына симайды, 80 кіл, 90 кілдер маған сияма деп симайды ма? 70 кілдің төмен жақ ойласыңыздаршы. 70 кіл болғанда әлгі ет өсетін жеріне өскен. Мына жейдем 55-ке. Әлгі бір балпи кеткен 70 кіллер бар. Енді мынау арық болса да мынау 70 кілге сия береді. Мынаның да сәл үлкендері бар. Мыналарды сіздерге 20 сомнан қалқым. Мынаның сапасы ерекше. 20 сом. Көрдіңіздер ма? Міне. Қалай созсаңыз солай тәншіңі баратын малдар қалқым. Ама сапа деген жетеді. Міне. Мал көбе, бұдан бірер мыңтал бар. Паспетте менің ұнқат нөмірім Вина РРСС деген қосып алуды ұмытпаңыздар, қалқым. Вина деген менің кішкене қызымның аты. Вина РРСС.